Күшті отырдық. Анау сенің жаңағы Елдос Ахметовке тиіскен бағдарламаң бар ғой. Ол енді өте әдемі болды. Жаңа жылдық. Тыныш жүрмейсің бе деп. Енді ол Аязыл қалжың арасында кете береді ғой енді. Арасында сізде барсыз негізі ол жеке? Мен оны өзім қалдырдым монтажды. Самоирония күшті да менде. Не ғой? Ислам Чесноков Харысқа өтті ғой ақыры. Бір жыл болды айтып келеді бізге. Өтеді деп. Ол енді бізге не береді енді бұл қазақ футболына? Қандай серпіліс береді? Сиыр бізге не береді? Сүт береді. Айран береді, құрт береді. Айран береді, құрт береді. Қыздар бізге не береді? Деген бар. КВН-де ғой, 2006 жылдар ойнап. Содан, короче, былай болған. Оның әйелі жаңағы бар ғой, ол да виза алу керек қой Ұлыбританияға, Шотландияда тұрғаннан кейін. Сол кішкене кешеуілдеп барып беріпті да, сөйтіп өтіпті ғой енді. Кешігіп өтіпті. Кешігіп барып отыр. Енді ағылшынша үйреніп, жақсылап сөйлеп, өз-өзін жақсылап таныстырып, алаңға шығып, гол ұрып, бір-бірлестеп жақсы болып кететін шығар деп отырмыз. Қосалқы құрамның ойыншысы болып барды ма, не болып барды? Харс дегенің бірінші орында екен ғой? Шотландия чемпионы. Селтик дегенің шіріп кетті ғой. Мынау Брендон Роджерсты алып тастады. Одан кейін жаңағы қойған тренері 33-ақ күн жұмыс істеген, 7 ойыннан кейін алып тастады дейді. Оны тағы бір тренер тағайындап жатыр. Рейнджерстің жүрісі анау Еурокубокта конференция Еуропа лигасында кім көрінгенге ұтылады. Хартс чемпион болып кетсін. С детства за Хартс. Эдинбург қаласында болдыңыз ғой сіз. Әдемі қала. Әрине, тарихи қала, керемет. Өмір сүретін қала ғой, кәдімгі таза. Өмір сүретін қалаға бардым да Чесноков. Жаңбыр жауып тұрады. Түстен кейін бір жаңбыр, түстен кейін анау рок дейді ғой, мынау қорғандар, биік, баяғы ескі заманның төбеге салған ғимараттары, шіркеулер, ой, керемет. Эдинбург деген өте тамаша. Және ол қалада қазақтар көп тұрады, білесің бе? Эдинбургта жұмыс істейтін жаңағы электрик, сантехник болып жұмыс істейтін қазақтар. Лондонда 5000 қазақ тұрады екен ғой? Бір соның біразы Эдинбургта тұрады, мен саған айтайын. Между прочим, между нами. Бұл бірінші біздің ойыншы ғой, сол Ұлыбританияға барып ойнайтын. Әрине. Дастан енді әлі ойнамайды. Иә. Чесноков. Ал негізі Ұлыбритания жерінде гол соққан қазақтар бар. Кім? Кім ал? Сен баяғы Уэмблидағы голды айтып жатсың ба? Жамбыл Көкеев. Оған дейін дүріп тастағандар бар жалпыда. Еурокубокте алғаш осындай гол соққан, алғаш болды. Кубок Интертото деген жарыс болған ғой. Сол кезде Блэкберннің қақпасына гол соққан ғой, Евгений Тарасов. Қай командада жүр? Ковентри ғой, не? Соның қақпасына гол ұрған. Зенитте ойнап жүрген кезде. Түсінікті. Командасының. Жалпы ТМД елдерінен шыққан ойыншылардың біраз ойнады ғой, негізі Англияда кезінде. Кончельскийс ғой ең мықтысы. Жоқ, одан анау Арсенал, Павличенколарды айтыпсың ба? Украиндар ойнады ғой Арсеналда, оң қапталда. Көп бол, конечно. Шевченкода ойнады ғой Челсиде. Арсеналда Олег Лужный ойнаған. Центральный защитник. Степанов ойнаған, латвиец. Орыс қой енді бұлай. Кеңес өкіметі деп қарайтын болсақ. Мариам Пахер ғой, Саутгемптонның легендасы ғалым кешін. Между прочим. Сосын Белалиддинов кімдер барған кезде? Эвертонда ойнады. Сол кезде Ресейдің 2008-де бір чемпионатты бір сәтті ойнаған уже трансферлер болды. Конечно, дүркіреп шыға келді. Сондықтан бізге де бір евроны бар, жарып кете керек қой. Керемет ойнап. Енді Ислам Чесноков Шотландияда ойнайды, ертең ол реклама болады. Гол ұра бастайды. Ол мықты ойнайды, между прочим. Между нами. Физикалық тұрғыда кішкене келіңкіремей қалмай ма? Келтіреміз ба? Физикасына химия қосып жібердік қой. Ойнап кетеді. Ұсталып қалмасын. Ол өте мінезді ойыншы. Оның ана арғы тегі шешен, ингуш, сондай ғой. Өскеменде көп қолыр. Точно ма? Өскемен футболдың өйдім. Арғы тегі жайлы. Білеміз. Точно ма? Иә. Сондай жағдай. Короче, бұлай айтқанда, ертең ол түбі бір жыл ойдап болғаннан кейін
примерно бір Кардиф Сити, Суонси деген командаларға ауысып кету керек қой. Чемпионшипқа Англияға. Сөйтіп барып ол көтеріледі де ол ары қарай АПЛ-ге шығып кетеді. Норвичте ойнап жатса, Сандерлендте ойнап жатса, нең кетіп жатыр? Мысалға да. Ол да бар, иә. Суонси деген мысалға команда маған қатты ұнайды. Аққудатпа, досын сатпа дейді. Аққулар ғой. Несі ұнайды оның? Баяғы ойындары. Мичудың бай кезінде. Күшті ойнады. Жақсы көремін сондай. Формасы да аппақ өсін. Хартстан сразу АПЛ-ға ауысу қиын ба сонда? Сәл қиындау болып қалады деп тұрмын мен. Через чемпионшип кетсе де болады енді. Ол Хартстан Еврокубокта ойнау керек қой келесі жылы. Еврокубокты бетон ойнайды ғой команда. Шотландияда екі команда чемпиондар лигасында бастап өткенде білесің бе? Тура сол күні бір қалада болдық қой сол Селтик Глазгода. Ана көшенің арғы бетінде Рейнджерс ойнап жатыр Брюггемен. Біз мына Селтик Қайрат матчында жүрміз. Бір-біріне жанкүйер болмайды. Протестанттар дей ме, не дейді олар? Иә, католик протестанттар. Шотландияда екі бүгін айтпақшы мереке екен ғой. Мерекеңізбен. Рахмет. Айтпадыңыз ғой жаңағы сөзіңізді. Иисус воскрес деген. Енді мынау бүгін бағдарлама қашан шығып жатқанын білмейсің ғой. Құрбан айт күні шығып жатпайық. Бұны қашан монтаждайтынын Құдай біледі ғой. Солай деңіз. Солай да солай айналайын. Шотландияға бұл барды. Енді кім кетеді енді бізден қазір? Ғалымжан Кенжебектің Ахматқа ауысады. Неге сол Ахматқа ауыссын? Инсайтын мен бірінші болып айттым бүкіл Қазақстан. Неге? Неге сен олай айтасың? Неге? Ол нормальный команда. Черчесовта бас бапкер болады, ол шығарады. Бапкердің сенімі бар. Алаңға шығады, гол ұрады. Трамплин кішкене ол. Я түсініп тұрмын, Еврокубок емес, Ресей чемпионатын ашар деп айтамыз, бірақ Қазақстаннан мықты ғой. Және ол үзілістен кейін ерте бастайды. Біздің ойындар наурызда басталады. Оған дейін ол ана жақта ойнап жатады. Сөйтіп кішкене тәжірибе жинақтайды. Легионерлер бар, Лечи Садулаев бар. Мықты команда ғой жалпы. Сондай командада Бернард Бериша да ойнау керек сол жақта, по-моему. Сөйтіп ол ауысады. Ертең Ахмат арқылы Ресейдің Ахмат деген командасында ойнаған деген Википедиясына жазылады. Кошицеде ойнаған, Кипрде ойнаған. Сол Википедияда негізі ойнаған командалар көп болса, ол жақсы футболист емес қой негізі. Трансфер маркетте сөйтіп көтеріліп келе жатыр ғой енді, көрдің бе? Ахмат деген более стабильный, жаңағыдай мықты бюджеті бар команда. Сондай командада ойнаған деп, оны ертең Италия чемпионатына алуы мүмкін. Италия чемпионатында қай клубта көресіз оны? Торино. Удинезе. Сондай командаларда ойнайды. Еврокубок демекші, сонда Чесноков келесі жылы Барселонаға қарсы ойнап қалуы мүмкін дейсіз ғой, Реалға қарсы. Чемпион болғанын тілейміз енді. Харц Шотландияның чемпион болып кетсе, бұл деген айтулы оқиға, бүкіл Еуропа жазады оны. Ойбай, Селтик емес, Рейнджерс емес, Харц чемпион болып кетті деп жазады, және ол чемпиондар лигасында жыбы ойнайды, ол өтіп кетуі мүмкін, кім біледі. Енді Еуропа лигасына өтіп кетуі мүмкін. Соның өзі қандай керемет. Соны ойнау керек. Ислам Чесноков негізгі құрамның футболшысы болу керек сол кезде. Сөйтіп, көзге түсіп, жаңағыдай Англияның клубтарына бір Бетис деген сияқты, жаңағыдай бір Севилья деген сияқты бір командаларға, Италияға ауысып кетуі мүмкін. Агентіне байланысты оны көп нәрсе. Харц пен Астанаға немесе Алматыға келсе, мүмкін, ол да қызық. Оның енді украиналық қой, Ярослав Зварич деген. Агенті ма? Агенті украиналық. Сондықтан ол украиналықтардың байланыстар көп, өйткені украиналықтар көптеген футболшыларды Англияда сатып жүр ғой олар, білесіз бе? Көрдіңіз бе? 7-8 футболшылар жүр ғой. Эвертонда Миколенко, бірденке, Степаненко, Мудрик деген сияқты. Цыганков. Харцтың оқырмандар саны 5000-ға көбейіпті. Кімге келі? Лайкты мен кеше 3 постына лайк басып кеттім. Комментарийді астына 40 басам, кәдімгі қымыз, айран сатылып жатыр ғой астында. Еврокубок демекші, жақында Еврокубоктар ғой, біз болжам беріп жүрмедік па? Жарайды. Қайрат Брюгге арасындағы ойын. Осы Астана аренада өтеді. Есік жауып алып, ішінен ойнаймыз. Жылы отоплениені қосып қоямыз. Жаурап барасында 1-2 тент қосып қоямыз. Содан енді ол Брюггеде Ханс Ванакен ойнайды. Өткенде гол соғып кеткен. Жаман қатты ойнайды. Сұрапыл.
өзі былай қарасаң бір физикасы да мықты емес, былай қарасаң Бойы ұзын ғой. бойы Миы қатты істейді ғой. миы қатты істейді. Масқара. Бельгияның футболисттері сондай болатынына таң қаламын. Ван Акен мықты. Ол енді біреуге ұтады енді оны. Айтпаса да, иә, айта түсінікті. берейік оны енді біреуге. Анарбек өткенде Бельгияның сапында солға соққан. Ван Акен соқты. Сол енді ол тағы да соқып өтуі мүмкін. Темірланға сенім артамыз. Темірлан тосады ғой деген ойдамыз. Тағы да матчтың үздік ойыншысы болып сейфтер жасап, түбі өз-өзіне жарнама жасап, түбі сол бала Италия чемпионатына ауысып кетеді ау. Бір Еуропаның чемпионатына деп отырмыз. Италияға жібересіз бәрін сіз? Жақсы көремін, Италия чемпионатын жақсы көремін. Сассуоло мен Фиорентинаның матчын көріп өткенде, ой, сұрапыл болды. Сондай ойындарды көремін. Мен ана Интердің ойыны ұнап жүрген жоқ, шын айтайын бар ғой. Нашар кәдімгі. Ювентус біресе былай ойнайды, біресе былай ойнайды. Өткен жылына Парманың ойынын көріп жүрсем, нашарлап кетті оларда. Тренер ауыстырып жіберіп жатыр ғой. Мықты тренерлер бар, жалпы Италияда кәдімгі шабуылдап, ләкілдеп ойнайтын шана. Сассуолоның ойын сондай. Ой, кәдімгі. Бір қыр жіберетіндей ойнап жатады, бір қарасаң, екіде бір ұтылып жатады ғой. Сол сияқты нәрсе. Енді біреуге ұтады, қайрат. Енді Қазақстанның командасы жақсы көреміз, қазағымыз, өзіміз, еліміз, жеріміз. Но гол салам. Платон менің досым, шындық қымбатырақ. Сіз не едіңіз? Қайрат гол соғады деп па? Дастан Сәтбаев ойнамайды екен ғой? Мен ойлап тұрмын. Енді ұтады ғой енді. Георгий Заря ойнамайды. Эльдер Сантана кетіп қапты командадан. Кім гол ұрады? Жоржиньо ма? Офри Арат та кетті. Офри Арат мықты футболшы. Неге оны жіберіп алды? 2,5 больше шығар сол. Я Брюгге жеңеді деп ойлаймын, менде енді мықты ғой Брюгге деген команда. Ойындарда Жек көруі мүмкін, қазір бір-екеуі жазып, қазақты қолдамайсыңдар ма деп. Қолдаймыз, бірақ Брюгге жеңеді. Жарайды. Тоттенхэм Боруссия Дортмунд. Ой, таза. Ана Боруссия Дортмунд деген таза мен сияқты ғой, ләкіл дейді тұрады. Шабылдайды. Бірақ ана Тоттенхэмде деп жақсы жігіттер бар, әжептәуір жақсарып қапты составы бар. Ойыны да жаман емес. Нәтижесі сонша емес болып тұр ғой. Бір гол ұрады жақсы жігіттер. Кім ол? Ришарлисон. Тейл. Хави Симонс. Сол Хави Симонс. Құдыс бар ғой. Кудус Мұхаммед. Сонда жігіттер бар, жалпы жаман емес ойыны. Мен енді ол Боруссия ойнаған кезде енді ләкіл большы ғой. Ләкіл большы. Жарым большы ғой. Таза. 3 голды. 3,5 большы. Тоттенхэм ұтылады бірақ. Өз үйінде ойнаса да. Жарайды енді. Көрейік енді. Тағы бір қызық ойын бар. Интер Арсенал Интердің алаңда деген ойын. Арсенал неге қатты ойнап кетті соны айтшы? Білмеймін сол. Қатты ойнап келеді. Сәуірге қарай шіритін әдеті бар емес пе өзінің? Сондай болатын шығар, скорее всего. Бірақ енді Чемпиондар лигасында ойбой бұл енді Баварияны ұтты, ананы ұтты, елдің бәрін қырып келе жатыр ғой. Жеңілмеді әлі. Бірақ гол жіберген. Сол Баварияны жаңағы Карл деген бала ұрып кеткен жоқ па? Ойлашы, Карл. 17 деген гол да. 17 жастағы бала гол ұрды. И то, әйтпесе гол жібермей келе жатқан. Енді Интерде гол ұрады енді. Пәшін ашылды ғой, пәшін. Интерге Арсенал гол ұрады. Лаутара бар, Тюрам бар. Тықпалайды ғой бір-бірі енді. Екеуі де гол ұрады, иә. Сен мекін қайталамай өзің пікір айт. Жоқ, қазір ойланып отырмын ғой мен, екеуі де гол ұрады точно, иә. Арсенал бірінші тайм победа. Әне. Негізі Интер жеңіп кетеді бұл ойында. Сонда P2, P1 дегенді қойсаң, күшті болады. Арсенал енді қазір ұпайын түгендеп алды, не істейді ол? АПЛ-ға салады бар күші. Спортингі, ПСЖ. Ой, бұл енді ПСЖ мықты, о түсінікті. Спортингте ана бір Кенда дегендері бар, Франчишко Тринкау дегендері бар. Солардан өткенде сұхбат алғам. Оларды шашын өрі жібереді оны? Бас бапкері Хуй Боржыш. Сонда Спортингтен бір гол көріп тұрмын. ПСЖ-дан 3 гол. ПСЖ-дан бір 2 гол, 3 гол көріп тұрмын. Халқым өнері көрсін дейді ол ПСЖ. Сосын алды, соңына қарай пытырлата салады 2-3 гол. Мен негіз бар ғой, осы соңғы Чемпиондар лигасынан кейін мүлде бәстігіп жүрген жоқпын. Не үшін? Вообще білмеймін. Қызығушылығы жоқ болып кетті соң өздер. КПЛ басталу керек қой сізге. Бәсе содан кейін екен.
бір қызық емес әйтеуір. КПЛ кетсе футбол. Манчестер Юнайтедтің ойына да бәс тікпейтін болғанмын қазір ше. 10 жыл болды. Көрмейсің даже. Көрмеймін де даже мен саған айтайын. Көрмей ақ қой қазір. Бір 10 жыл екі болды ойын көрмей сайын жатқан бір жоқ. ойынын көріп жүрмін. Қазір ше шын айтайын бар ғой, 90 минут футбол көру деген ұзақ болып кетті шын айтайын бар ғой. Қысқарту керек адам уақытын. Бір тайм жетеді, иә? 60 минутқа ма? 30 минуттан 2 таймға қысқартыңдар енді болмайды ма? Ганс жеткіз ағылшынша аударып. Ертең бір сайт жазады. Ермұхамед Мәулен предлагает деп. 30 минут. Енді Ағылшын премьер Чемпиондар лигасының лигасы, уақытын қысқарту ағылшын туралы. премьер лигасының өзі осындай болатса, Оны Арсен Венгер КПЛ-ді айтты ғой. 25-тен қылайық. Таза уақытқа ойнайық деді ғой. Иә. Сода 60 минут ойнайды екен өзі. Сондай ғой. ПСЖ шайласын тігеді деп. Тігеді, ұтады. PSG Гол да точно көп болады ғой. 4 гол ұрады олар. Мен де сөйтіп ойлаймын 4 голдар бір сондай болады. Тағы бір 4 гол болатын ойын бар. Славия, Прага, Кіммен? Пражка. Барселонамен. Пражка емес, Пражечка да. Славия, Прага кіммен? Барселона. Үндемей отыра берейінші осыны. Славия, Прага мен Бавария ойнаса не болады екен деймін да. Мас болып қалатын шығар. Төрешінің фамилиясы Александр Чечил ма? Варда грек отыр ма? Арахис деген. Болды доғарыңыз. Доғарайды. Елестеп кетті ғой құдай. Содан қай жер келдік жа? Прага мен Барселона. Ой, қоя сал. Прагаңа түк жоқ, нан жоқ. Шықпай қойса да болады ма? Шықпай қойса да болады. Енді Барселонаға ойнап атсың, қарсы кеп атыр, күшті атмосфера, клуб ақша жасап атыр. Клубтың президенті, маркетинг отделі кәдімгі артқа сальто лақтырып атыр. Ешкім телефон алып жоқ. Билет берші дегендерге басып сап атыр. Жоқ, қолым тимей жатыр, ауырып атырмын деп өтірікті жіберіп атыр. Чех тілінде қалай да бұл? Не деп? Білесің ғой сен чех тілін? Я болен дейді. Орысшаны сәл интонациясын ауыстырып айта бересің ғой. Сондай жағдай. Енді ол ұтылады. Барселона жеңеді. Жаңағы Ламин Ямал Дубайдан қайтып келеді демалыстан. Сөйтіп дрильмен бұрғылайды ғой. Осы ремонт бітпей қойды тегі. Дрильмен дырылдатып отыр. Тура сол сияқты Барселона дырылдатады ғой. Конкретно айтқанда. 3 гол таза. Меніңше аналар да гол соғады ау. Оларда Славия Прагадан провод мой мир дегендер ойнамайды ма? Мой мир мен провод ойнайды. Сондайлар. Корый деген ба бір сондайлар болса. Олар да сол Барселонаға ұқсап ойнайды негізі. Сіз айтпайсыз ба бұл ойынға? Мен болжам бойынша стадион лық толы болады ғой. Бәрекелді. Стадионда шамамен 90% адам мас болады деші. Аха. Сол ғой. Қайрат пен Реалдың матчы сияқты болады ғой, в общем. Флякпен кеп сатады десе. Пивен. Тағы бір ойын бар, соны айтайық, сонымен бітіреміз. Қайсысы? Реал Монако. Монако. Хуан Монако теннисист қой? Сол. Теннисистке қарсы ойнайды. Короче, ол Реал Мадрид деген чемпиондар лигасында оған ұпай керек негізі. Жалпы кез келген ойында ұпай керек бар. Ұтады. Реал Мадридте енді анау кішкене бір алауыздық болып жатыр. Кеше бір қазақ бала хет-трик жасапты дейді ғой. Ғалымжан Гонзалес дей ма? Ғалымжан Гарсия дей ма? Түрі қазақ деп болмайды енді. Хонсонмен ғой біздің қазақ өзіміздің. Жалғыз қазақ. Солар енді ойнайды, гол ұрады, бір бәле қылады, ұтады ғой. Монакода ана Аклюш деген бар, сосын Балагон деген біреуі бар. Погба бар. Поль Погба. Ойнайды ма екен? Шыға ма екен? Әлі шықпайтын жер. Былтырғы жылы 32 минут ойнапты. Бір жылда. 29 декабрь күні ма? Енді дұрыс енді ойнаса ойнай берсін. Погода өзгеріп атқан жоқ қой, шын айтқанда. Реал Мадрид ұтады. Бірақ Монакоңды гол ұру мүмкін. 2-1 деген нәтиже пойдет па? Жете ма? Жай уваз ба? Сол жетеді ғой бұл. 4 гол соғылатын сияқты кемі. Жалпы ма? Мақұл 3-1-ге көтерейін мен. Көтере. Сен анау мотоциклдің фарын өшір, мен балқын көзің кішірейтейін. Жарай ма? Сондай ойын болады, голдар көп болады ғой. Монакода ләкіл, мыналарда ләкіл. Жалпы қазір голдар көп қой чемпиондар лигасында. Мен айтпақшы, Реал Мадрид қолдап атқан айым еді ғой, осы ай. Жеңет дедің ғой. Жеңет. Реал Мадрид деген ұлы клуб. Барселона какай. Реал ай-ай. Жаман Барселона. Балет етпеңдер оған.
Реалға билететиңдер. келесі ай вот Барселонаға. Хала Мадрид! Аси Хала Мадрид дейді ғой. Арманийше сол сияқты. Сауд Арабияға барып. Сол сияқты ғой, короче. Рахмет келгендеріңізге. Иә, шақырып тұрыңыздар. Ал достар, сіздер Фонжем арнасының әлеуметтік желідегі парақшасына жазылыңыздар. Осымен бәрі бітті. Tamam.